қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Қайрат Нұртас жары Жұлдыз Әбдікәрімованың «Әлем ханымы 2020» байқауындағы жеңісінен кейін бірден отбасымен шетел асуды ұйғарған. Жұлдызды жанұя бұл жолы Мысыр елінде демалып қайтуды шешкен. Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова «Әлем ханымы» байқауы аяқталған бойда балаларын алып шетелге ұшып кетті. Соңғы уақытта түрлі сыни пікірлерге тап болып, олардан мезі болған жұлдызды отбасы Мысыр еліне аттанған. Бұл жолы олардың демалысына Жұлдыз Әбдікәрімованың анасы да қосылған. Ерлі-зайыптылар Instagram желісінде барша оқырмандарына Мысырдың керемет табиғатын көрсетіп, ыстық мекендегі күндері қалай өтіп жатқанымен бөлісуде. Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова теңізге шомылып қана қоймай, демалыс кезінде балаларына әлемнің 7 кереметінің ішінде кіретін пирамидаларды көрсеткен. Желі қолданушылары жұлдызды жанұяның жариялаған әрбір жазбасын асыға күтіп, оларға пікірлерін жарыса жаудырды. Көпшілік олардың демалысына қызығып жатқанын жасырмай айтуда. «Қандай тамаша! Қызығып тұрмын сіздерге, мен де барғым келеді. Мұндай демалыс бізге де бұйырсын. Жарайсыздар, қатты қызығамын сіздердің жанұяларыңызға. Жақсы демалыс болсын, есте қаларлықтай әсермен оралыңыздар. Көпке үлгісіздер ғой. Балаларға 7 кереметтің бірін көрсеткендер бар, көрсетпегендер де бар. Көбірек фото мен видео жүктеңіздерші», деп жазуда желі қолданушылары.